Good morning, friends. How are you? Қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айдын. Бүгін денсаулық туралы сөйлесек. Бәріміз коронавирус деп айтып жүрміз ғой. Ол да бостан-босқа айтып жүрген жоқ. Сол үшін алдын алу жолдарын бір айтып шығайық. Бір. Өте маңызды. Көп адам жиналатын жерлерге бара бермейік. Әртүрлі жиналыстар, супермаркет, кинотеатр деген жерлерге. Вот. Екіншісі, көзімізге, мұрнымызға, құлағымызға, аузымызға, көп қолымызды тигізбейік, мүмкін дегенше. Қолымызды антисептик сабындармен да жуып тұрайық обязательно. Тамақтың алдында, тамақтан кейін, почаще. Often. Одан бөлек адамдармен амандасқан кезде, сөйлескен кезде абайлайық. Мысалы, біреу шүкір атқан кезде жылайтын қасында ұзақ тұрмау, өзіміз шүкірген кезде де өзіміздің қолымызбен жауып, қолымызды сабынмен антисептикпен жуып сөйтейік. Окей? Одан бөлек өте маңызды осындай вирус таратқан кезде адамның иммунитеті. Ең маңызды нәрсе осы, менің ойымша. Енді иммунитетті қалай жоғарылатсақ болады? Бір, біз ұйқымыз жақсы болу керек. Ерте жатып, ерте тұрып, ұйқымыз қандырып жүруіміз керек. Өте маңызды. Екінші нәрсе, стресс. Көп стресс болмау керек. Әртүрлі жағдайларға байланысты жүрегімізге жақын қабылдап, оны постоянно ойлап жүретін болсақ, көп стресс иммунитетті азайтады. Одан кейін жылы киініп, дұрыс тамақтану. It's very important to eat more fruits and vegetables. Көбірек жеміс-жидек жеу. Қуырылған, пісірілген, жаңағы магазиндердегі кока-кола, чипсис деген заттарды азырақ қолданып, немесе оларды алып тастап, көбінесе осындай тірі, живая еда дейді ғой. Сондайларды көбірек жейік. Жаратылған түрінде жейік, оларды кесіп, салат істеп, жаңағы сол кезде иммунитетіміз жоғарылайды. Спортпен шұғылданайық. To do sports, ол сыртқа бір жүру, жүгіру, скакалкамен секіру, тағы да басқа active life, активный образ жизни дейді ғой. Соған көп көңіл бөлейік. Okay? And the last one of the most important things, it's positive thinking. Positive thinking деген дұрыс ойлау. Жаман ой ойлай бермеу, Мысалы, коронавирус ойбай, ауырып қалам, жаман болып қалады деп көп ойлай бермеңіздер. Бәрі жақсы болады, Құдай қаласа коронавирус бітеді, кетеді, Соған сеніп, жақсы ойлап, жұмысымызды істеп жүре берейік. Okay? I wish you to have a great day, okay? Be healthy. And welcome to my channel. Subscribe to my channel, put your likes and write your comments. Goodbye.